айыппұлдарды қашан және қалай төлеу қажет? Көбінесе біз қандайды бір себептермен әкімшілік айыппұлдарға ұшыраймыз. Бұл әсіресе белсенділерге қатысты. Оларды билік рұқсат етілмеген деп саналған бейбіт митингілерге қатысқаны үшін жауапкершілікке тартады. Айыппұл протокол негізінде полицейлермен сондай-ақ әкімшілік соттың қаулысымен салынуы мүмкін. Сіздің әрекеттеріңіз, егер сіз айыппұлмен келіссеңіз, КоАП-тың кейбір баптары бойынша 7 күндік мерзімде 50% жеңілдікпен төлей аласыз. Егер айыппұлмен келіспесеңіз, сіз полиция қызметкерінің әрекеттеріне әкімшілік сотқа шағымдана аласыз. Мұны міндетті түрде жасау керек. Егер айыппұл әкімшілік сотпен қаралса, егер сіз жүкті болсаңыз, немесе 14 жасқа дейінгі балаңыз болса, немесе бірінші рет құқық бұзушылық жасаған болсаңыз, сот 30%-ға дейін жеңілдік беруге мүмкін. Егер сіз апелляциялық сотқа шағымдансаңыз, айыппұлды содан кейін ғана төлеуіңіз керек, және сот орындаушы іс қозғай алады.